Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ортаны ашып қойсаңыздар, қадірлі ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, баршаңызды да әуелі мынау келе жатқан айлардың сұлтаны болған Құран түскен қасиетті де киелі Рамазан айы құтты берекелі болсын. Сол айдың босағасында жасалынып жатқан мынау қандай да бір керемет жиындар, бас қосулар, мынау ағайын туыстың басын қосып, 300-дің басын қосып, мынау Алпамыс батырдың ұрпағы ақ дастархан жайып жатыр екен. Аллахым сіздерге осы жасап жатқан істеріңізге бақ береке берсін. Қызметтеріңізді Аллахым екі дүниеде де шаңырақтарыңызға мың есе қайтарсын иншалла. Құрметті жақсылар, осы сөз сөйлеп жатқан ағаларымыз, осы ел ағалары айтып жатыр ғой, расында да мынау біздің қазақтың даласы бабаларымыздан қазір келе жатқан сонау үлкен небір дәуірлер өтті. Сол бір кезеңдерде мынау исламның келу кезеңіне кішкентай бір тоқталып, сосын жалпы зиярат әдебі туралы бір сөз қозғағым келіп отыр. Бәріміз құлақ салайық, қадірлі ағайын, шәмәлі сабыр сақтап, мына ұстазға. Біріншіден, мынау бізге ислам келу дәуірін, немесе біздің дәстүрлі дініміздің даму дәуірін үш кезеңге бөліп алған дұрыс шығар енді. Бірақ сол кезеңге бөлмей тұрып, біздің осы биылғы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының Хазіреті Муфтиіміздің жариялаған осы биылғы жыл дін және дәстүр құндылығы жылы екен. Осы дәстүр құндылығы демекші, мынау сіздердің міне осындай жиын жасап, жыл сайын бала шағаның, ағайын туыстардың, жастардың басын қосудың өзі үлкен бір керемет өнеге. Бұл бір жай ғана жаңалдегі ағаларымыз айтып кеткендей бөліну емес, бәлки бірігу, елдің бірлігін, елдің осындай бір жақсылығын бір руханиятқа жинау ғой. Біздің қазақтың даласына ислам діні тарихшылардың айтуынша 751 жылы сол Атлақ шайқасы кезінде нұр шашып бастады деген деректер бар. Құтайба деген қолбасшы жанына көптеген пайғамбардың сахабаларының көзін көрген табиин кісілерді ертіп, небір батырларды ертіп келіп, осы біздің қазақтың даласында мына таластың жанында шайқас болады, сол шайқаста жеңіске жетеді. Содан бері қарай осы түркі халқы ислам дінін қабылдап бастады деп келеді. Осы дәуірді баптар дәуірі деп айтайды тарихшыларымыз. Себебі, міне осы уақиғадан кейін біздің қазақтың даласына түрлі себептерменен дін таратушылар, дінді насихаттаушылар келеді. Осылардың бірі Абдырахман баптың екі ұлы, Әзіреті Әліден тарқаған Абдырахман баптың Шамдағы екі ұлы, біреуі Ысқақ бап, ол Сайрамда, біреуі осы Әбдіжәлел бап, осы сыр өңіріне дін уағыздайды. Дінді уағыздап, әлбетте ол кезде енді кейде дұшпандардан қылыштың күшімен қорғануға тура келеді. Дегенменен көптеген жерлерді осы ислам дініне насихаттап, дін тарқатып, білім тарқатып, сонан кейін өзінен соң үлкен уақып жерлер қалдырған бұл тарихтан бізге белгілі. Бата жасалмай дастарханнан тұрмайық, ұстазға құлақ салайық, уағызға Міне бірге алып. осындай бір алғашқы дәуірлер баптар дәуір. Бап деген сөздің мағынасы арабтың сөзінен есік деген сөзді білдіреді. Бұлар ислам дінін ең алғашқы жұртқа ашып бергендігі үшін есік, исламның есіктері деп аталған. Баптар Әбдіжәлел бап деп аталу себептері содан. Кейіншелік бұл осы баптар дәуірі 8-10 ғасыр аралығында болады. 10 ғасырдан 13 ғасырға шейін екінші дәуір ол аталар дәуір деп атаса болады. Ол дәуірде келген дін насихатшылары ата деп аталды. Қожа Ахмет Яссауи атамыз деп айтатын. Содан кейінгі кісілердің көпшілігі Бекет атасында ата болып аталар дәуірі болды. 13 ғасырдан бері қарай 14 ғасыр аралығында бұл ишандар дәуірі деп атайды біздің қазақ мектебін. Сол кездегі дін насихатшыларды ишан деп атады. Бұл парсының олар деген сөзінен шыққан сөздер. Енді жалпы осылай біздің қазақтың даласына дін кірді.
ең алғашқы біздің қазақтың даласына әсер еткен медреселердің біреуі мынау Бұхарадағы Фаржах деген медресе. Ол Нарақши деген кісі тарихшының қол жазбасында 937 жыл болу керек, өрт шығып жанған, сол кезде сөндірдік. Осындай сол кезде мынау қазақтың даласынан келіп жүрген қанша қазақтың балалары соны сөндіруге қатысты деп тарих бетінде жазып кетеді. Біздің далаға, осы кең далаға әсер беріп, рухани байлық берген ең алғашқы дін медреселерінің бірі осы Бұхарадан бері қарай нұр шашылды. Содан бермен қарай үлкен ғалымдар шығып, біздің қазақтың даласынан Хусамуддин Сығнақи, басқа да үлкен ғалымдар шықты. Дегенмен біздің қазақтың даласына Сатық Бұғра ханның, әулие-ата дейміз оны, сол кісі кезінен Қараханиттер дәуірінде ислам мемлекеттік дін болып қабылданды. Міне содан бері қарай біз бабалардан бабаға қолма-қол мирас болып алып келе жатқан дініміз. Құрметті жақсылар, мынау осы біздің дініміздің ұсынған енді үлкен насихаттар, жақсылықтары ұшан теңіз ғой. Дегенмен сол сөздердің бірі ол қабір зияраты. Құрметті жақсылар, дүниеден өткен адамды біз арулап көміп аққа орауымыз, оның сыртынан Құран оқуымыз, оны жаңалдегі дүниеден өтіп кетсе де артынан дұға қылушы ұрпағың қалсын деп насихаттауымыз бұл бекер сөз емес. Бүкіл қазақ халқы болып осындай жер бетіне, осы қазақтың даласындағы әулиелерді аралауы, ол жерлерге зияраттың да өзінің орны мен әдебі бар. Біріншіден, құрметті жақсылар, бұл жерде Аллаға серік қосу, яғни дүниеден өткен адамдарды дәріптеп өз орнына қоя білу міндет екен. Серік қосу деген нәрседен лажы барынша ұзақ болған жақсы. Яғни мына өзге діннен келген немесе біреулердің қалтасынан ойлап тапқан түрлі жол жоралғыларды жасау бұл біздің әдептен болмайды. Анау біреулер бір жерге барып, зияратқа барып, сол жердің тасын сындырып алып кетеді, ағашын жұлып кетеді, жаңағы оны киелі деп ойлайды. Бұл ондай әдепсіздік болады. Қабірге барғанда жолмен барып, жолмен қайтады. Артық сөз дүние сөзін айтпайды, бекер күлмейді, шашын жұлып, киімін жыртып жыламайды. Бәлки өз әдебін сақтап, Құранын бағыштап, сол жерде тыныштық сақтап отырып қайтады. Бір өміріңізге бір нәрсе қалсын, құрметті жақсылар. Бұл дүниеге келмек бар да, кетпек те бар. Ендеше осындай үлкен ұлағатты әулиелердің де дүниеден кеткендігі бізге сабақ. Даты Аллаға жеткен, дұғасы қолын көтерсе қабыл бола салған сондай ұлықтардың алдына келіп Құран бағыштау, және де сол кісілердің атын қоса отыра ішіңіздегі тілегіңізді айтудың өзі үлкен ғанибет. Ұзын сөздің түйіні, құрметті жақсылар, жалпы қабірге келгенде адамилық әдебі, ислам әдебін сақтау міндет болады. Ол жерде бір бөтен нәрселердің жол жаралғысын жасау, немесе әдепсіздік жасап, жаңалдегі ішкілік ішіп, немесе сондай бір жаман бір өрескел қылықтар жасау, бұл өте бабаларымыз құптамаған және ислам шариғаты дұрыс деп санамаған нәрседен. Ендеше зиярат қылу дұрыс болады, бірақ өзінің шекарасы, өзінің әдебі болуы міндет екен. Құрметті жақсылар, қорытып айтқанда осындай жиындарыңыз Алла тағаланың құзырында жақсылықпен жазылып, мына келе жатқан Рамазан үйлеріңізге бақ береке алып келсін. Рамазан айын сондай бір күшті, осындай бір жиынменен қарсы алып жатыр екенсіздер. Аллахым осы Рамазан айын жеңілдікпен ораза тұтып, үйіңізге рухани байлық толуын нәсіп етсін. Рахмет тыңдағаныңызға. Алла разы болсын.